Ayna түскен келін ұйықтады ма? Қойсаңшы, абысы. Сен оны айтасың? Мұнаға не бол? Сіле кейін жия алмай тұр ғой. Қой, жен деген дәрі келмесе, сүт қайнымнан айырылып қалатын түріміз бар ғой. Болды, соғыстама түрге. Сен бер шық. Мен кіммін саған? Ана боласа ба? Саған ана керек пе, қатын керек пе? Екеуі сіздер. Қанам жоқ қой апа. Екеуі керексіздер. Ақ сүт берген анадан қатын тәтті болғаны ғой. Жоқ, кенжетай. Дәл қазір осы қазір. Қатынымды жетелеп тұр. Шешесі апарып бересің. Бас кет. Апа, сондай-ақ не болып қалды? Болғанды болмасын сұрамаймын. Айттым болды. Апа. Үйіне келімізге бір аптадан асқан жоқ қой. Қоя тұрыңыз дұрыстайшы. Ағалар, бірдеңе десең дұрыс айналар. Аяжан, сіз де осы тез қайырасыз. Сәл бұрсып бермейсіз бе? Сұнда қарамайсың ана шермендерін. Кей жегенмен сіз де тіл тауып кетерсіз. Сұнда қарасайын келдік. Аяжан, жас қояды. Екі апта көрмейсіз бе, көмейсіз бе? Қалбыңызға сау боласыз ғой сосын. Аяжан, бала қояды. Мінмеген тайлай басады. Алда қайда сіз салатын ноқта бар. Тоба мінілмеген, мені де мінген. Көрме, бері қара. Қатын сенікі. Бұдан былай ашық-шашық жүретін болса, маған қапы болмайсың. Бар, жоғын бет аузын. Жүр. Анажан өзіңізден ме шақырған? Қатын емес, байын шақырған бөмен. Жүре көзіме көрінбей. Анажан, кеше қазақтардан қазалған болатынына бір-екі рет сылап жіберсем, қалпыңызға кеп қаласыз. Менің дәрі қылатын құманым қайда? Келінсен, қайта. Жаның шықсын, жаның шықсын. Келінжан, анау саптамыстың ақтияр бол. Атына қарап сөйлесем таусылар деп. Себебізға келер басқа деген. Шпион болғатын. Бәріміздің ерғылығын бітірген жоқ па бұл? Ойайма. Осы жама мен істеп қойдым. Қорғыр, гимнастикамды үйде жасаса болмас па еді? Осынша феодал екендеріңіз қайдан білсін? Қайын ененің алдына барып, тыр жалаңа шыққан келінді қайдан көрдің сен? Неге жалаңаш? Мынау не? Телевизор болса, жап! Телевизор басқа! Анам басқа ғой айналайын. Нұқтарға, мағандарыңыз, мен сізге тегенде, шешеңіздің чунакаларын білмей теген жоқ. Ол кісіні сені жеп қояды деді, естідім. Сізді жаңа тескен, мұрнын жаңа тескен тайлақтай жетелеп жүреді деді, оны да естідім. Солай екен ба, бәрін біледі екенсің ғой. Бәрін біле тұра бәріне бірақ жауап айтқан. Сонда не деді? Қапа болма ағайын, ондай кемпірлердің 20-30 пиала шайнекке текке қалап қоям дей. Ой! Бәрін біледі екенсің. Соны біле тұра, соғынып деп сұрайсыз, а? Иә. Сүйген адамның құлы деген? Жеңгелердің ахуалын көріп жынды болдым дегенсіз. Сондай қызды күтіп жүрдім дегенсіз. Сол кейін мына мен. Енді бұл үйде сәл-пәл революция жасасыз, артық емес. Жаңа ол, Ерқажан, ренжімей жүреді. Анамның шынатын кім екенін білесің ғой? Білем, бұл қалада ол кемпірді генерал кемпір дейтін естігенбіз. Ой-ой! Ол қалада бұл. Бұл мақалада бұл кемпірді. Маршал кемпір дейтіндер көп. Немене сонда мені қошқар деп ойлаймысыз? Егер жетігерін бір жеңнен қол шығарып тізе қосып жіберсе, генерал кемпірдің басында Сталинград қоршаудағы бар. Мен башын тұрмыздың күні түспесіне кім келді? Сізге айтам, кім келді? Жаным, біреу-біреу көріп болмай тұрғанда үйге кірейік. Әйтпесе аш қаламыз. Ерқажан, жүрші үйге барып
Kenji abısınımızda bir isteri barı görünüyordu. Anamızga 10 aylıkken köne koymuş o. Bəlkім. Бірақ бәрі біздің басымыздан өтті ғой. Ұмытпасыз ғой. Ұмытқанда қандай, ұмытпағанда қандай. Қазір енді бәрімізді көп салып етектің бірі болып шыға келдік. Біздің анам 10 aylıkken köne koymuş. Kırıp şişenin özünü yoktata sanat bizдің anaca. Өзінен зор шықса, зордың өзі сәлем ғой. Айлапсыңдар. Кірпік шешен деген ол жәндік жерде жүрген. Самолетті айтсай, самолетті үргілай. Аспан астын дірілдетіп, ұшып күләкқан самолеттің өзі. Біздің әулеттің үстіне де жүрді. Ойбай, байғұстың дымы шықпай өтеді ғой. Осы бір қонысымыз бар ғой. Қайрақшыларын алып кеп жүреді ғой. Анамды көрсе, олар да сақау болып қалады. Осы үйдің қоразы ше? Пақ шіркін, қоразы ғой өзі де. Онда шақыруын қойды ғой. Anamdı görüp ölsün be bularda. Ой, бұл жақта. Қанымда яралсын да. Ey, dasturxonda tag'ı da sakiga yayasizlarmi? Mınау ötükten şıkkan salvarмен qaytib o'tiramiz. Мүмкін бе екен? Ағалар-ау, аян біздің үстелге отырмайды. Ол кісінің нерв жүйесі біткен. Мырс-мырс шалбармен жұмысқа барып болған ба? Амалдап көндіреміз. Сәтіге қонақтайсыздар, сәтіге. Абысындар. Шай дайындаймыз қайнағаларға. Әрине, қарға. Aka, Мыңбайдың білесіз ғой, қандай адамыз? Қай Мыңбай? Базаның директоры ма? Соның өзі. Әй, сөзді айтқан соң, астарыңны ашып айтып екен. Бірдеме бүлдіріп oldu ма? Сұрап тұрған себебім де сол. Милита тегінен тегін сұрамаушы. Аячан, мұнда отыра қойыңыз. Жақсы тұрдыңыз ба, е? Ал жаман тұрдым. Не істейсің ал? Тілінен тепшиғанды тиындап жұмсап, осынша дәулет құрдым. Бұл неден? Аяғының сарапталдығынан. Қане айтшы, не нәрсеге мұқтаж болдыңдар? Көршіден бір сағын тұз, бір тамыр пияз сұраттың ба? Жоқ, жоқ. Жақсатқам жоқ. Қанбан толымай, қап-қап күріш. Бүкіл қананың қаттында рұқсаса, фарман бибіге ұқсасын дейтін. Бұл менің сөзім емес, қаттың Мейханның сөзі. Тәуір Аяжан. Жарықтық, әкелеріңді бүкіл ел әзім серделет. Белің қолын ұстағанда жерді тіркірейтін. Жөтеле қалса ағаш-ағаштар құстан маза кететін. Жарықтық, қатының сөзін елелеуші еді. Сорлы, қара жерге жем болды ғой. Кешегенің қайда? Неге көрінбейді? Қайран ақыл. Бәрі босқа кетті-ау. Жаңа түскен келін, жаңа үйленген күйеу, Ләйлі мәжінінде жаласып жатқанда. Өй, жаласпай кетті. Күн ұзақ, түн ұзақ. Әлі жуаз ғой екеуі де. Сосын калориясы көп, жен-жен деген дәнші. Шақыр. Өй, жаным ай, береке бақты. Осы кезіме жететін жоқ қой. Аяжан! Апарып қой. Таң асқы бөлкелонда жарап жатыр.
қызыл белдеуі бар. Сөз алып. Senin balana baram деп тұр. Не, қызыл белдеуі болса жүда жақсы емес пе? Аяжан, асқар күні жүр. Өзіміздің машина тұр ғой. Миньяларың кем я? Судай жаңа машинаны ақтастың ұңқы-шұңқына салып, рәсме қылуым керек қой. Әрбір дөңгелек 80 жолдықтың парша-парша шықпай ма екен? Үкіметтің дөңгелесі. Үкіметтің дөңгелегі итжанды болып керек. Жібересің бе жоқ па? Сен түгіл әкең уақытында менің бір сөзімді екі қылмаған. Құтқармайды бәрі. Жарайын дейсің. Бопты, бірақ тек көлікте қыдырыстап жүрмеңіздер. Ал қане асқайыр. Қай тарапта тәрбие көресіз? Әке шешең әлем зеттегенде естіген ме? Иіліп сәлем қыл деді ғой. Bir bele басталды. Кішкене демемізді көтеріп ұрамсыз деген ұшқан. Әй бала, келім жандым, осынамасам пышаққа түсем дедім. Тапқандағы түрі қойсы ма? Жоғалт көзің. Осыны апарып тастамасаң, әкенің арбағын ортаға салам. Апа, қазір қатын тастау деген тоқтаған. Сен тастамасаң, мен тастайын. Апа, менің қоя беретін қатыным жоқ. Ой, көрдіңдер ме? Бұны да бидолап алыпты. Әрбір үй, ол үкімет, мемлекет десе де артық емес. Оның өз бұқарасы, өз патшасы болады. Шпион да болады. Естідіңіз бе? Күйеуіне қатты үйтіп жүрсем де жақпай ма? Сен өмірінде тілің шығып қалған ба? Масқара болды ма? Мына келін 10 күн бола жатып, басқа келіндерді жолдан пайдаланып тапты ғой. Мына масқара болдым ғой мен, ойбай! Успокойся, дәрі. Едемізге қатты сөйлеуге болмайды. Үйістіп жүріп, аяқты өлтіріп аласыздар. Келінжан, 2-3 күн кемпірдің айтқанына көне салсайшы. Сосын бір амалын табармыз. 2 қошқардың басы бір қазанда қайнамас деп бекер айтпаған да. Бір апта асып кетсе бір апта. Не десе де көне берші. 2 күн? Сауда аспаш айналайын. 3 күн тәуреме. Мейлі, көндім. Сіздерді аяшам. Өздерің сөйлесе алмайсыңдар. Келін жас, бастаған, ақыл кеңес айту керек. Өзіміз сөйлестік те салдық. Осы қуаныш үшін 100 грамм шайдан алып қоймаймын. Пайдасы айтам. Әкімжан? Бұдарының сиқыры бар ма менен? Аяп өзгеріп шайдан Осы дәріңе демді беріп тұрсайшы. Сендерге бір ермек табылды ғой. Мен жақсыға қозы, жаманға жылан қатын. Әкелерің марқым бір сөзінде 2 қылмайды. Әкем байғұста түрмені көрген екен ғой. Оңыр, қисық сөзді хабардай соза бермей. Шайларыңа қансаңдар, болмасқа тамсан ғой, шаруаларға тартыңдар. Не болды? Көк сол тиді ме? Жаңағы 20 грамм болып кірген шай, сол жақалдан 100 грамм. Ай, қазір, әке, жолдардың ақшаларын берейін. Мә, Асқаржан, обедіңе. аз ғой? Жетер. Апа, Сигаретіңе. рахмет. Жолыңа.
Жастардың бәрі осы ғой. Sen aralashma. Doktorun dep katını şeştirip, kevdesine basında koyup yedik olup ketken. Akbilenin tamamlasını yedik olup ketken sen. Sonda kınam ne oldu? Kınam dedik, şıktın onu şakarda şalanas. Ayajan, қазір жастарда ет жоқтым. Ey, bay mısın, balcık mısın? Kalktın kaynağaların altında bıdın koşuculuk, şımarık bıdın diye böylesin özü. Sulu kulay senin özün durgan. Apar ananı, yetek üstüne köylek giydin, ana kökrek öldürün жап var. Жақсы Алашан, жақсы, құп болады. Жаным, жүш, басқа көйлек киіп шықшы. Жүрш деймін, айналайын. Vay, qanday kelin болып түскен бұл? 18 жасында бірақ шықтым да мен. Қай хандықтың заманы бұл? Қай феодалдың үйі бұл? Дәуле, саясатқа салғасына-ақ іс насырға шығады. Гаркомға барып арыз айтам. Ташкенттің қақ ортасында бір феодал әуел бар. Тексеріп тергеп шара қолдандар дейді. Сөзге қалмасақ болғандай деймін. Болмаса телевизорға тартып, қысқақшыларға айтып духовой оркестр ойнатам. Ey, istey verme. Mağan eşkim tüpte жасай алмайды. Мен пенсионермін. Болмаса әлеуметтік қамсыздандыру министрлігін бірақ шығам. Айтпат демеңіз. Бар, одандар күйінде бар. Айтпат демеңіз, пенсияңызды тоқтатам. Оппа! Бұл жағында айтыр екен енді. Сен де тігіне тұрс, жұмыс қайда? Машина ет. Тасбақаңда кезін керектің кезі болды. Бар да жұмыстарына. Егора, айналайын жаным. Сен қапа болма апаны. Бірақ кесі қайтар, я? Ақылың алып сен жүре ғой. Сен жүр. Сен қал. Анам, жеңіске кетейін деді ма? Бұл тактика. Аяқ жол бар сияқты. Секірер алдында шегініп алып. Дұрыс айтасың. Олай болса бәрі дұрыс қой. Дұрыс. Отыр жұмыс Келіннің бәрі сен сияқты адамдар. Бірде-бір айтқанды айтпайтын. Айтқанды сен көнбеймін. Сіз бұл заманнан 200 жыл артта қалып кеткен адамсыз. Бар ет, әртісті қылмас дей маған. Мынау мал болмайтын адам. Қыңқылы да, сыңқылы да маған айнаға тіржеп тұратын болсын. Түсіндің бе? Не Аяжан? Микрофон. Неге жалғызап тұрсың? Құдай сақтасын. Масқара болдық қой мынау. Өзі сері болса да әзім сері марқыммен өмір күндіз өткен емес. Гүлер бүлінді, апа. Аппетит келсін, кез келген жерге тұрақты сүйшеледі. Бұл үйде ондай болмайды. Тартып қоям. Әрине. Көнбейтінға. Молда болмасын ғой. Аманшылық па қызым? Бұл үйге ешкім келген жоқ па? Ешкім телефон шалмады ма? Жаңадан келген жоқ, Аяжан. Ал, сапты қой. Кіріс шығыс аптерден алып шық. Айналайын.
Есімін шығарса? Жазып қойсат не соң? Қане бері кел. Еке! Еке! Есімін шығарсапты? Болды. Кете бе болғанды. Сақта, анда жеманды жазып қой. Әрине, Аяжан. Менен тығып жүргені ма? Аяжан. Мініңіз, Аяжан. Алың. Бес соң? Сөмкемді қара. Сөмкесі тамай берді ғой. Міне өзіңіз берген мындағы елу ғана. Анажан, кеше біздің бір смен инженердің туған күні болды. Соған қосылбек, соған беріп қойдым. Туылмай өре салмайды ол, туылмай кетті. Ана 20 сомды жөнет. Мәскеуде оқу оңай дейсің бе? Емтихан кезінде балапаным зарығып қалмасын. Әрине. Баланың қаражатқа қаны жаман жолға зарыққаны дейді. Почтадан жіберді, квитанциясын өзіме әкеліп бересің. Жақсы. Басқа не бар? Анажан, анау балаңызға бір костюм шалбар алсақ па демек? Темір түймелі милицияның костюмі үкіметтің мойнында. Тағы не керек? Енді той томалақтарға да сол формамен бара ма? Барса ғой екен. Жоқ, намыс қыла ма? Көпсің, полковник. Милиция заты кездесе қалса, аяқтау қандай тестпен, ол несі жаман. Өзіңе не керек? Ештеңе де келеміз. Қарай. Сыпсыңдан өте шықпақсың ба? Bu деген сөз. Бұл дегенімді қоспай сөйле. Осы ма бары? Көп қой мынау? Тағы да алимент жіберді, Аяжан. Соған енді балама велосипед алып берсем деген, бұл деген сөз. Әкел ақша. Елді сол екен, қайтар өзіне. Мұндай ақшаға назар боламын бар. Баланы баққан мен, әлі де шамам жетеді. Велосипедті өзім алып берем. Мынаның бұрынғы ерінің кеңсесіне телефон шал. Менің атымнан хат жібер. Екінші рет жіберетін болса, шермендесін шығара. Өзіңе не керек? Аяжан, біздің үйдің жанындағы дүкенге бір жапонский жемпір кепті, Аяжан. Солайшы, Аяжан. Ой, тоба. Жазып қош, жапоншасын кигісі келеді екен ғой. Өте бері бар. Рахмет, Аяжан. Жақындаңыз, қоқанның қызы. Мультфильм келін, бойынан айналайын сол. Қарманыңда не бар түк? Бер өзіне. Қалғаны өзіңе бөлсін. Сізге не керек, Гүлай? Анажан маған анау арқасынан ілетін бар ма, ондай түймесі бар. Ол не пәлі? Левчик. Лепші. Шерің ама. Жаз, атма тамам. Найсын жасыдан өзім түсінем. Болды ма? Жоқ, маған импортныйынан болса деген. Ой, бұларда импортныйын кигісі келді. Өзіміздің кезден тесіп шыға ма? Жөнел. Следующий.
Суып қалды ғой енді әкел жаратып берейін. Жоқ. Су санағаныз арбаңа келіп жатыр. Алда шақырым бол. Өзің білесің, жаңғадыр ес білер деген бала. Тіркеп қой. Бейшара бала осы аурудан құтыла алмады. Өзі пұл шығарып кіреңді алыпты. Үйге келгенде ыстық суды құя салар ек. Ал, қажетіңді айт, не керек? Алын Айжан, бір тауға дәм керек, суда керек дегенде. Әй жаным, мақал қоспай сөйлеш осы. Сенің мақалыңа кіріспейтін жері жоқ екен. Сөзден бала, сөз жоқ. Білесіз, сөздің көркі мақал, еркектің көркі сақал. Иә, дос басқа, дұшпан аяққа қарайды дегендей. Төплейімнің реңі ғашықта қатып ұстанып кетті. Ана көріңдей өкіргір етікшіге жөндетіп берем. Ескіні жамасаң, есі кетеді дегендей, 7 мәрте шелкелеген төпілей ғой. Жаз. Төпілей деп жаз. Тағы не керек? Жеген ауыз ұялар дегендей, күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық дегендей, өзіңіз білесіз, жатқа кеткен жаңғыз қызым еді. Көзімнің ағы десе ағы, қарасы десе қарасы, құдаларымды бір шақырсам ба деген ойым бар. Құда? Құда? Құдаға сенің қолдығын қышымай қойсын. Сый-сияпатты көрген, 9 киізді киітті киген. Болды, енді жым отыр. Ұзаттың ба қызыңды? Кете бер. Беткі айтқанның айыбы жоқ деген іс жоқ дегендей, сіздің мұныңыз аларда кірер жаным, шығарда берер жанымның кебі ғой. Айы, сөзіңіз тікендей қадалып тұр. Өтініп қалып ем, келсіңіз, не рұқсатыңызды беріңіз. Не? Немене? Кетем. Қаяқа? Төркініме кетем, ана жаныма кетем. Әй, өзің елуден жаңастың. Аяжанның неше келгенін өзі білер ме екен? Сені күтіп отырған шығар, бара қалсаң таныр ма екен? Не танымасын? Көрмей қалғанына қанша болды? 17 жыл. Қайтып сені көрмек? Ай, жүзімнен танымаса, үнімнен таным. Керек болғанына қанша жыл болды? 20 жыл болды. Құлағының түбіне атылған зеңбіректі естімейтін Аяжаным сені қайтып естімек? Іште шыққан шұбар жылан дегендей. Анам енді мені танымаса, жүзімнен танымаса, үнімнен танымаса, иісімнен таниды. Сенде де иіс қалған ба? Жұпар шығар бәлкім. Жақсы болайын, жаман болайын, шешемнің перзентімін. Басқа танығанмен Аяжаным таниды. Қарға баласын әппағым дегендей, кірпі баласын жұмсағым дегендей, әркімдікі өзіне, ай көріне, көзіне дегендей. Көп сөз есекке жүк дегендей. Тоқтай тұр. Әуелер ашып кет. Бопты жүре бер. Саған не керек? Әрбір медицина персоналы академик Иван Павловтың іліміне сай, өзінің шартты рефлекс алуға міндетті. Құдай, бөте сөзі қоспай, мұқтажың не соны айтшы. Енді медицина қызметкерлері маникюр жасап жүруі шарт, Аяжан. Әлгі тырнақ бояуы ма? Қына жақсаң түсіп қала ма тырнағым? Қына дегеніміз, Аяжан, академик Иван Павловтың айтуынша ол дегеніміз. Ой, қына сорлаған екен ғой. Топ мәйлі. Қанша айтқанмен доғыдыр деген аты бар. Кімсің фарман беймінің келді деген аты бар. Неше бұл тұрады әргісі? 70 сом 60 дейді. 70 сом жас, 60-ын өзің табасың. 60-ның ауаны тиынына салып салсаң, 60 тиын сыңғырлап шығып
Рахмет Аяжан. Аяжан, бұл ала қарудың модадан кеткені қай заман? Тіпті инкубаторға шыққандай. Иә, бұл үйді больница десе тартыңыз. Көп бақылдай бермей тартыңдар үйдейлер. Рахмет Аяжан. Рахмет Аяжан. Рахмет Аяжан. Жүріңіздер. Ағалар. Әлгі ұлтабалар, әй, ұлтабалар! Шығыңдар! Кірлетпеңдер бір! Кірлемей тұрып стиратыға салсаңдар бар ғой, саусақтарыңды кесіп сорпа жасайын. Бұл екі! Пысылдатып өтіпке бассаңдар, бұл үш! İyiliklerine giyindir. Rahmet Ramazan. Өзüne almadın da buraya жаңағы? Aldım, Аяжан. Өзüne салып қойған шығарсың, иә? Alo. Iya. Аяжан неде? Кім бұл бір уақытта телефон шалып атқан? Bu дегеннің шешесі. Мә. Ләббай. Ой, айналайын, құдағы амансың ба? Аман есен жүрмісіз? Ой, бұл деген сөзді аз айтшы. Миым қанбая болып кетем осы сөзді естісем. Иә, ақтасқа барып келдім. Немерелерім шалып жүр. Құп, Лилай, құп. Бұл деген сөз жоғалып кетпеңіз. Иә, қызыңызға айтып қоям. Жақсы, жақсы. Әлгі бұл деген сөздің сәлсі күйеу сұрап бара жатырмыз. Бұл жоқ бірдеңе керек кезінде хабарласады ғой. Әйтпесе қайтеді ол. Анау қызына айтқан ғой, маған хабарлас деп. Бірдеңеге көмектестім дейді да, әйтпесе хабарласа ма? Барып қызының терісіне шақ қосайын. Бәлестерге көндіреміз. Әлбәтті, бәріміз өтінсек көнетін қайда барып көрмеске. Жылы-жылы сөйлесек, жылан önünden шығады дегендей. Ойбай, анам бір сөйте қойса қайтеміз біз? Паникаларыңды қоятындар жылсы. Әйтпесе планымыз бұзылады. Сен қорқпай айта беріңіз тойға барады. Сен қорқасың. Анам келсін тосқан торын. Ойбай. Анамызға бірдеңе айтып көреміз қазір. Келсақ бітер Жылағаны салсын. Келсеріз екен. Аяжан, анам жүйрен екен. Қасындағы шабарларын бірдеңе аламыз. Хатты давай. Құдайға күтіп отыр, кеш бақ қалады. Қандай еді? Аяжан. Аяжан. Мен де барып келейінші, бұл деген сөз. Сәтте күйініп шыға келем. Барып келсін Аяжан. Сіңлісінің тойы ғой. Рұқсатыңызды беріңіз Аяжан. Шәуі демеңдер. Үлгілай, аяғың енді саған түсіріп қойып ба? Сен менің байға тиіп жатқан әлісің білің бе? Жоқ, бармайсың. Өзіміз барып баптап береміз. Барып келсін да, Аяжан. Апа, мен қайын. Сас кепсің ғой. Еш ағалғам. Апа, анау дөңгелекті әкірма деп басып қалғанда танақанға себеп өген ғой. Артын. Ал, келін жандар. Құлттан кетем. Ана қораздарың самауыр деп қыдырыстап жүрмесін. Ұрыспай, таласпай, жымей боп отырасыңдар. Бүгін воскресенье, отдых. Жақсы барып қайран.
Онсыз да көңіліміз босап тұр. Әй, бұл жерде бір гәп бар. Сіңілісінің тойына бармасам бұл қалай? Гәп сол, бұл үй емес, тюрма. Сіз бұл үйден кетеміз. Кетеміз. Бір қасіреттесіп алайықшы. Одан не пайда? Қасіреттесіп бетіп бәжім болды. Негора маған салса, бүгін көтерісті бүгін-ақ бастаймыз. Бастаймыз. Маған салса бүгін-ақ бастаймыз. Ойбай, Башладық. анамыз бізді жеп қояды ғой. Мен саспай саспаңыз. Құрбан болмай, күрес болмай, құрбан болмас. Кәне башладық. Бастаймыз. Біз бұл үйден Кетеміз. Не болып қалай? Қайда? Ау, Жүрегімнің ауызын тұрып қайда? Микрорайонға кетеміз. районға кетеміз. Ондағы үйлерді біліп қойыңыз ағалар. Санитарлық талаптың бәрі ескерілген. Академик Иван Павловтың өліміне сайын онда ыстық суы бір жақтан, суық суы бір жақтан сылдырап аққанын Үйдені паркет. Ой. Вентиляциясы бар. Біз сол жаққа кетеміз. Бәрімізді бір ауыз кетеміз. Әрбір медицина персоналы өз әріптес қоразымен тәжігін жасауда. Жүре ғой. Алла. Темірден тақия сыратын тігіншісіз. Ал киім атауының примерка қу деген бар. Жүріңіз жаңағы сөздеріңді примеркадан бір мақтап бір өткізіп алайын. Асқараға дұрыс айтамыз. Дұрыс айтасыз. Karışı demeyin. Osman'ın içindeki sarı kadını özünüz. Siz Dırday atölyedeki еңбек алып тігіншісіз. Сіздің соңыңыздан министр, академик, халық артистерінің әйелдері шұбайы да жүреді. Андамай сөйлеген, ауырмай өледі деген бар. Жүре ғой. Жаңа айтқандарыңдан жөнге салып көрейік. Сонда не болды мынау? Не көріп? Уәдесінде бір рет тұрған жоқ. Ой, айналай, не көріп? Да сенің арқан ғой. Сен болмасың. Бұндай болар емес пе? Жолдастар, ақылға салып көрейік та? Көрейік. Барлықтарыңыз осы жерде болсаңыздар. Әр отау. Жолдастар, ашық үстін болмас. Олар бола берсе, бәрімізден шетімізден ісі қаламыз. Дұрыс айтасың. Моллаға, қайнағалар. Анам ғажап адам екен. Абысындарым, өз білмейтін абысындарым мен киетінімізді кие алмасақ, баратын жерге бара алмасақ, жегіміз келгенде жей алмасақ, бұл не өмір? Не бұл не? Жас келін өтіріп қосқан жоқ. Бұл бір. Жаңа келген жасырғанымды көреді. Бұл екі. Біз байқамаймыз. Ет өліп кеткен. Бұл үш. Ұят. Бұл төрт. Анамызды жүда жақсы көреміз. Ол белгілі. Көңіліне келеді деп қатты айтпайтынымыз тағы белгілі. Неге? Аямыздың айтуына қарағанда осы үйде кіндік қанымыз төгілген. Ал мынау үйге келетін болсақ келінжан, бұл үйді бұзу заңға тұрда. Мынау бақса қабырғаларда марқұм әкетайымыздың алақанының ізі қалған. Аямыздан жасырған ақшаға жаңа үйдің орнын, планды жасап қойғанбыз. Бір апта болды. Соны аяма жеткізбеген онымыздан шықпады. Енді қарай өздерің біліңдер. Не істесеңдер де қолдарын қақпайды.
болам деп қол болып кеткен дейсіздер. Асқар аға, сіздің жаңағы сөзіңіз милиция полковнигі сөз емес. Сіз небір жакешілерді сара жолға салған адамсыз ғой. Аяң кім олардың қасында? Қолыңыздан келсе Келімжан, қақпай. Сеніп тапсырсаңыз, ол кісіні күні ертең ойнатып шығарам. Енді онақтың қалдыңыз бар ғой. Молда білген велосипедте монтайып шыға дейсіз. Шарттай десең айтайын. Мынау тұрған отау, әрбір өз отын өз жақсы. Дұрыс айтасың. Әрбір отау, қонаққа барамын, қонақтан келемін, өшсіз. Дұрыс айтасыз. Ортақ бюджеттен әрбір отауға үй саласың. Дұрыс. Апа, әрбір үйдің кірісі өздері жұмсап, мінекей, сәлімен дейінсіз шапам. Дұрыс айтасыз. Әуелдегі шпион штаты қысқартылсындар. Дұрыс. Әкімдер дұрыс. Аяжан, осынау шарттар орындалмаса, бәріміз де кетеміз. Болмай, кетеміз. Жүріңіздер. Кетеміз. Senin sananda eski zamanın bıжыған қалыптар қатып қалған екен. Күмістей келіндерімді осынша қорғынған екен. Орында айтқанда кете берсін. Кенже балам Тоқтабайға көңілім көп аламдаушы еді. Бақытына орай сен кезігіпсің.
Öyle gitsem, erkek balamның күні не болады деп ойлаушы едім. Бақытты болдым. Рахмет, ана. Кешір бізді, Аяжан. Кешір. бір көрген жақсы деген. Осыған дейін бұлар маған көніп келмеді. Енді мен көнейін. Тартты барды. Ал мен дегенім. Ел барда, ана бар. Ана барда, ел бар. Құдайға шүкір, мен бармын. Сомдаған Қызғалдақ Дүйсенова.
Асқардың жолдасы рөлінде біздің әртісіміз, өзі әнші, өзі биші деп қояйыншы, Жазира Ермағамбетова. Қошеметтеріңіз. Ал енді Фармонның кіші рөлін сомдаған Тоқтасын рөлінде сіздердің сүйікті ұлдарыңыз актер Мейрамбек Кенжебаев. Енді мына жерде Тоқтасынның келіншегі деп қояйын, спектакльдегі өзі ешкімге көнбейтін жас біздің актрисамыз Роза Мырзатаева. Қошеметтеріңіз. Мына жерде енді керемет рөлді сомдаған Сатты келін рөлінде енді актриса әншіміз Гүлден Аминова. Сатты келін рөлінде Мұқайыр рөлін сомдаған өзіміздің салмақты, өзі сабырлы біздің Гаухар Әменова. Қошеметтеріңіз. Гаухар керемет үлкен әженің рөлін сомдаған. Естеріңіздеріңізде шығар. Мына жерде енді осы театрымыздың музыкасын манадан бері көркемдеп отырған Қазбек Есенжолов. Қошеметтеріңіз. Біздің видео оператор Виктор Петровичке бір қошемет барған. Ал құрметті өнерсүйер қауым, бүгінгі кештің Бустан рөлін ойнаған өзіміздің осы театрымыздың жежесі Арай Ерсары. Ортаға шығыңыз. Келесі кездескенше сол саламатта болыңыздар демекпіз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Тағы да келіп тұрыңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын. Келіндеріңіз кетпесін үйлеріңізден. Бірлікте болсын, татулықта болсын. Келесі кездескенше сол саламатта болыңыздар.